Имам Абу Ханифа, имам Малик, имам Ахмад, имам Шафии төрт мазхаб ғалымдарының бір ауыздан келісіп айтқан сөзі бар. Ида саххал хадис фахуа мазхаби. Қашан хадис сахих болатын болса, онда сол менің мазхабым деп түсініңіздер деген. Сөздері әртүрлі болғанымен осындай мағынадағы сөзді төрт ғалым да айтқан болатын. Имам Шафиге егер менің кітабымның ішінде жазып кеткен фих мәселелердің ішінде Құран мен хадиске қайшы келетін бір нәрсе тауып қалсаңыздар, менің кітабымды алып дуалға лақтырыңыздар деген. Яғни менің кітабымды алмаңдар, Құран мен хадисті алыңыздар дегені. Имам Ахмадта бұл дін сендер кімнен үйреніп жатқан болсаңдар, сол сендердің діндерің. Сендер өз діндеріңді кімнен алып жатқандарыңызды қараңыздар деп айтқан. Яғни адасқан бидағатшы біреуден алып жатқан жоқсыздар ма, соған қараңыздар деп айтқаны. Имам Маликта егер де менің сөзім Құран мен хадиске қайшы келсе, менің сөзімді тастаңдар да Құран мен хадисті алыңдар деп айтқан. Бұл сөздерді қуаттайтын пайғамбарымыздың хадисі бар. Мен сендерге өзімнен кейін екі нәрсені тастадым. Қашанда сендер сол екі нәрсені ұстанатын болсаңдар, ешқашан адаспайсыңдар. Біріншісі Құран, екіншісі сүннат, яғни хадис. Енді пайғамбарымыздың осы хадисін алып, және төрт имамның сөзін алып салыстыратын болсақ, онда барша мұсылман мазхаб дегенді тастап, мазхабсыздыққа өтіп кету керек сияқты көрінеді. Пайғамбарымыз мазхаб ұстанбаған болса, мазхабқа еріңдер деген сөзі болмаса, имам Абу Ханифаның өзін қарайтын болсақ, пайғамбарымыздан кейін 80-ші жылы дүниеге келген болатын. Онда мазхаб ұстанудың не керегі бар деген сұрақ туындайды. Енді бұған жауап ретінде имам Шафиидің сөзіне қатысты имам Науауи түсініктеме, яғни шарх жазған. Имам Науауи өзінің сөзінде бұл сөз кез келген сахих хадисті көріп тауып қалған адамға қатысты айтылмаған. Яғни бір сахих хадисті көріп қалып, бұл Абу Ханифаның мазхабы екен, болмаса бір имам Маликтің мазхабы екен деп айтуға кез келген адамның ақысы жоқ деп жатыр. Керісінше бұл сөз кімде-кім Шафиғи мазхабын, яғни қандай да бір мазхабта басынан аяғына дейін толығымен зерттеген болса, және муштахид дәрежесіне жеткен білімді болса, және сол хадистің сол мазхаб иесіне, яғни бір имам Абу Ханифаға, имам Шафииге деген секілді жетпегені жайында анық дәлелі болса, сол адам ғана шешім шығара алады. Бұл сахих хадис имам Шафиидің мазхабы деп айта алады дейді. Имам Ибн Уахаб осыған байланысты айтқан мынандай сөз бар. Егер де Алла тағала имам Малик пен Лайс арқылы сақтап қоймағанда, мен сөзсіз адасып кететін едім дейді. Бұл кісінің өзі мұхаддис болған болатын. Сонда біреулер не үшін деп жаңағы сөзіне сұраған кезде ол кісі айтты: мен хадис іліміне өте қатты кірістім. Сөйтіп хадис іліміне кіріссем, хадис ілімі мені өте қатты таңғалдырды. Мына хадис мынаған қайшы келеді, анау анаған қайшы келеді. Бір хадис екі түрлі риуаятпен келеді. Біреу сахих болып келсе, біреу даиф, әлсіз болып келеді. Біреу аятқа қарсы шығып жатыр, біреуінің сөзі екі түрлі болып келіп жатыр, біреу 10 түрлі риуаятпен келіп жатыр. Қайсысын алу керек, қайсысын алмау керек? Осының барлығы мені қатты таңғалдырды дейді. Сосын мен әрбір хадисті тапқан сайын имам Маликке келетінмін. Имам Малик маған мынаны ал, мынаған амал істеме деп хадистердің арасын ажыратып беріп отырды дейді. Егер де сол имам Малик болмағанда мен адасып кететін едім дейді имам Уахаб. Имам Маликтің үлкен бір шәкірті былай деп айтқан сөзі бар: ас-суннату мудиллатун илля ли фуқаха. Сүннет, яғни хадистер кез келген адамды адастырып жібереді. Тек қана бір ғана ғалым, терең оқыған ғалымдардан басқа деп айтқан. Бұл сөз хадис оқысаңыз адасасыз деген сөз емес. Хадисті жинай алмай адасасыз, хадисті біріктіре алмай адасасыз, хадисті орнына қоя алмай адасасыз деген мағынада. Сондықтан егер де қандай да бір сізге хадис келіп қалса, оның қайсына амал қылу керек, қайсына амал қылмау керек, бұны сізге ажыратып беретін олар фуқахалар, яғни мазхаб ғалымдары. Қорыта айтқанда, қазіргі уақытта муштахид ғалымдардың жоқтығы баршамызға мәлім. Сондықтан біз үшін тер төгіп барлығын дайындап берген мазхаб ғалымдарының артынан ұстануымыз қажет. Уахир дауана анил хамдулиллахи раббил алемин.